Hello there, достар. Бүгінгі сабағымызда біз Comparative Adjective, яғни салыстырмалы сын есімдерді өтеміз. Әдеттегі диалогтан бастайық. Арай мен Жанар өткен демалыстарын талқылап жатыр. Hi Жанар, how was your weekend? Өткен демалысын қалай өтті? It was good. How about yours? Менікі жақсы өтті, сенікіше? Great. I went to new Тереңқыр. It's even bigger and better than the old one. Керемет, мен жаңа Тереңқырға бардым. Ол бұрынғыға қарағанда үлкенірек және жақсырақ. It's even bigger and better. Жанар, шынымен де ме? Really? I thought the old one was bigger. Шынымен де ме? Мен бұрынғысы үлкенірек деп ойлайтынмын. Oh, you should see. New Тереңқыр has more trees and more beautiful views. Ой, сен оны көруің керек. Жаңа Тереңқырдың көбірек ағаштары және көбірек әдемірек көріністері бар. Sounds awesome. I will go there tomorrow. Керемет. Ертең барып келейін. Енді қандай белгіленген сөздерді байқадыңыздар? Bigger, better, more beautiful. Бұның барлығы салыстырмалы түрде қойылған сын есімдер. Және жалпы біз екі зат салыстырғанда осындай comparative adjectives'ті қолданамыз. Мысалы, the movie was more interesting. Кино қызығырақ болды. More interesting. He is taller than me. Маған қарағанда оның бойы ұзынырақ. He is taller than me. The music was more beautiful than I expected. Музыка мен ойлағаннан әдемірек шықты. More beautiful, taller, more interesting. Біз жалпы бір буыннан one syllable тұратын сын есімдерді салыстырмалы формаға ауыстырған кезде біз er жалғауын қосамыз. Мысалы, old деген бір буын, old, немесе clean, slow, барлығы бір буын. Егер осындай сын есімді салыстырмалы формаға қойғыңыз келсе, er жұрнағын қосасыз. Old, olderға айналады, clean, cleaner, slow, slower. She's older than me. Ол маған қарағанда жасы үлкенірек. Оның менен жасы үлкенірек. She's older than me. Жомарт's car is slower than mine. Жомарттың көлігі менікіне қарағанда баяуырақ жүреді. Is slower than mine. Ал енді кейбір сын есімдердің екі буыны бар және аяғында дауыссыз және y мен аяқталады. Мысалы, noisy. S дауыссыз, y ол y әрпі. Бұндай кезде біз y-дың орнына I әрпін қоямыз. Сонда I болады және er жалғауында жалғаймыз. Noisy, noisier. Noisy деген шулы. Happy, бақытты, happier. Easy, оңай, easier. Happy, happier, easy, easier, noisy, noisier. I am happier when I live in Almaty. Мен Алматыда тұрғанда өзімді бақыттырақ сезінемін. This task is easier than the previous task. Бұл тапсырма бұрынғы тапсырмаға қарағанда оңайырақ. Easier, happier. Мінекей достар, енді басқа жағдайларда егер бізде сын есім екі буыннан тұрса және y мен аяқталмаса, немесе екіден көп, 3-4 буыннан тұрса, ондай кезде біз more сөзін қолданамыз. More деген көбірек. Crowded, ол адамға толы, адам көп жер. More crowded, одан да көп адам көп жер. Stressful, яғни бізді стресске ұшырататын. More stressful, одан да оған қарағанда көбірек стресске ұшыратын. Dangerous, қауіпті. More dangerous, одан да көп қауіпті. Almaty is more crowded than Astana. Алматы Астанаға қарағанда көбірек адамы бар. Енді бізде кейбір сын есімдер irregular саналады. Дәл осы етістіктер сияқты regular бар дұрыс, irregular бұрыс. Сын есімдер егер бұрыс болса, олар бөлек ережемен ауысады салыстырмалы түрге және бұндай кезде біз оларды тек есте сақтап алуымыз керек. Мысалы, good жақсы, жақсырақ, better. Жаман, bad, жаманырақ, нашарырақ, worse. Алыс, far, алысырақ, further, немесе father. Әке сияқты оқылады. Father. Her English skills are better than mine. Оның ағылшыны менікінен жақсырақ. Her English skills are better than mine. Бұл кино мен ойлағаннан нашарырақ болды. The movie was worse
than I expected. Was worse than I expected. Және тағы да бір сөз, осыға дейінгі мысалдарда байқаған шығарсыздар. Than деген сөз. Than деген орыс тілінен аударсақ чем, бірақ қазақшаға айтқанда оған қарағанда, осы қарағанда дегеннің сөздің рөлін атқаратын ағылшын тілінде than деген сөз. Яғни біз қандай адаммен немесе қандай затпен салыстыратынымызды көрсеткіміз келсе, міндетті түрде than қолдануымыз керек. After the race, I was more tired than Rayana. Жарыстан кейін мен Раянаға қарағанда көбірек шаршадым. I was more tired than Rayana. My brother is taller than me. Менің ағам маған қарағанда бойы ұзынырақ. My brother is taller than me. Ал енді достар, осы ережелерді бір рет бекітіп көрейік. Осы жаттығуды бірге орындайық. Бұл жерде бізде жақшада сын есім берілген, және біз бұны дұрыс салыстырмалы формаға қоюымыз керек. Traffic is in the city than the countryside. Қаланың ішінде traffic деген осы көліктердің жүруі slow, баяурақ қаланың сыртына қарағанда. Traffic is slow. Бір буыннан тұрады. Бір буыннан тұрған соң біз ER жалғауын жалғаймыз. Traffic is slower in the city than in the countryside. Дәл осылай келесі үш мысалға өздеріңіз жалғау қосып көріңіздер, және кейін жауаптарын менікімен салыстырасыздар. Дәл қазір видеоны паузаға қойыңыз. Енді мені тыңдап отырсаңыздар, жауаптарыңызды менікімен салыстыруға дайынсыздар деген ойдамын. Traveling by bus is comfortable. Traveling by car. Автобуспен жүру, көлікпен жүруге қарағанда comfortable. Әрине comfortable бірнеше буыннан тұр. Comfortable. Төрт буын көріп тұрмын мен. Және бұндай кезде бізге more сөзі керек. More. Comfortable, more comfortable. Traveling by bus is more comfortable. Және қараңыздар, тек қана more comfortable деп қалдырып қойсақ, бірдеңе жетпей тұр. Не деген сөз деп ойлайсыздар? Әрине than. Себебі біз автобусты көлікке салыстырып жатырмыз ғой. Is more comfortable than traveling by car. Дұрыс жауабы. Келесі кеттік. This exam was the last one. Және бұл емтихан оға дейінгі емтиханға қарағанда жеңілірек болды. This exam was easy. Екі буын тұр, бірақ соңғысы дауыссыз және y. Сол үшін біз easier дейміз. I-E-R қосылады. Бізге easier. This exam was easier the last one десек, әрине than деген сөзі жетпей тұр, себебі біз біреуін екіншіге салыстырып жатырмыз. Сол үшін дұрыс жауабы easier than the last one. Үшіншісі, ермек is funny, but Islam is funny. Ермек қызық, бірақ ислам одан да қызығырақ. Ермек is funny, but Islam funny. Екі буын, бірақ соңғысы дауыссыз және y. Funny, funnier-ға ауысады. Және мынандай сұрақ, бұл жерде than керек па, керек емес па? Біз бұл құрылымда, яғни егер бұл басқаша құрылған сөйлем болса, Islam is funnier than ермек. Ондай кезде бізге than керек болушы еді. Бірақ бұл жерде біз басқаша құрылым арқылы салыстырып жатырмыз. Ермек қызық, бірақ ислам одан да қызығырақ. Сол үшін than бұл жерде керек емес. Ермек is funny, but Islam is funnier. Дұрыс жауабы. Енді осы сабақтың жаңа сөз тіркестері. Feel like real people. Шынайы адамдар сияқты сезіну. Watch movie. Кино қарау. Acting in a movie. Киноның ішінде ойнау. Acting was fantastic. Актерлердің ойнағаны тамаша болды. Previous task. Осыға дейінгі тапсырма. Be more crowded. Astana is more crowded than Almaty. Яғни адам көп болуы. Exciting story. Қызықты оқиға. Be more talented. Көбірек таланттырақ болу, дарынды болу. Special effects were better. Арнайы эффекттер жақсырақ болды. Characters were complicated. Character дегеніміз кейіпкерлер күрделі болды. Мінекей достар, осы сөз тіркестерді міндетті түрде Quizletке кіріп жаттаңыздар, және бүгінгі жаңа үйренген салыстырмалы сын есімдерді бекіту үшін платформаға өтіп бүгінгі жаттығуларды орындаңыздар.